Қайырлы күн баршаңызға. Арнама қош келдіңіздер. Аяулы ана. Әр отбасында әр баланың мінезі әртүрлі болары сөзсіз. Мадияр да сол секілді отбасының ерекше мүшесі. Әкесі ерте қайтыс болып, үйдің тұңғышы болған соң, артынан қалған үш қарындасына анасын асырау міндеті мойнына артылып, ерте бастан қара жұмыс істеп, өмір ерте есейткен соң ба, әйтеуір өте тұйық. Жан баласына жақ ашып, тіл қатуы қиынның қиыны. Әкесі де қанша жыл құрылыс жұмыстарын істеп, отбасын асырап жүруші еді. Мадияр 10-шы сынып оқып жүргенде әкесі апаттан көз жұмады. Анасы жұмысқа жарамайды. Жай ғана тұмауратып ауырып, жамбасынан ине ектіртемін деп, медбикенің қателігінің кесірінен бір аяғы істемей қалған. Балдақпен әрең жүреді. Үйдің бар тіршілігі, қыздардың үлкені Назымның міндеті, шығыны Мадиярдың мойнында. Ал қалған екі қыз, Әлия мен Ғалия, әлі ойын баласы. Аналары толғанай қарап отырмай тіршілікпен айналысып, аз-маз табыс тауып алып шай пұлын тауып отыратын. Дегенімен 4 баланың мектеп шығындары бар. Киім-кешек дегендей жеп-ішері, ас-суы қажет. Қыстың күні жылынатын отын, көмір тағы бар. Сол себепті Мадияр сабағын жиыстырып, өзінен бір шама жас үлкен ауылдың ер азаматтары мен құрылыс жұмыстарын істеп жүреді. Атам қазақ, жетім көрсең жебей жүр деуші еді. Бұлар керісінше жас баланың аңғалдығын пайдаланып, өздерінен 2 есе аз ақы төлеп, үстіндегісін өздері бөлісіп отырды. Онысымен қоймай, ең ауыр жұмыстарды Мадиярға жүктеп қоятын. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам демекші. Уақыты жетіп, Мадияр шындықты біліп, бас көтеріп, өз құқығын қорғамақ болды. Алайда өзінен үлкен еңгезердей 4 көкесі қарап тұрсын ба, оның өзін сабап, бір тиын да еңбек ақысын бермей қуып жіберді. Таяқ жегенін көрген анасының жүрегі езіліп, баласының азабына шыдай алмай біраз мазасызданды. Ұлынан не болғанын сұрағысы келгенімен тіс жарып ештеңе айтпасын білгендіктен үндемей қоя салды. Мадиярдың жұмыс істеп жатқанына 1 ай жуықтап қалған болатын. Коммуналдық қызметтердің квитанциясы тізіліп тұр. Қаптаған ұнның да түбі көрініп қалған. Бар сенгені ұлының еңбек ақысы еді. Шыдай алмай ұлының бригадасы Әсеттің үйіне балдақпен сүйретіле әрең жетті. Оңбаған Әсет, шық кәне сыртқа, істеген ісіңе жауап бер. Ей, мен саған ол жоқ дегенім жоқ па? Немене айқайлап тұрсың? Шық кәне үйімнен. Сен араласпа. Мен мұнда ұлымның адал еңбек ақысын сұрауға келдім. Сенің қатысың жоқ. Араласпай жөніңе тұр. Қорқақ неме, шық деймін, арсыз оңбаған. Толғанайдың біраз сөздері сүйегінен өтіп кеткен еркек сымақ бір кезде сыртқа шықты. Ей қатын, неменеге үйіме келіп, аузыңды келгеніңді оттап тұрсың? Не болды соншама? Сен өзі қандай адамсың? Жетімнің ақысын жеуге Құдайдан қорықпайсың ба? Есек ұқсатып жұмсағаның аздай, баламды ұрып, жұмысының ақысын бермегенің қалай? Солай істесем, демек ұлың соған лайықты. Ұятсыз. Айтып тұрғанын қарашы, дереу ұлымның еңбек ақысын бер. Әйтпесе не?
қолыңнан не келеді сенің? Жоғалт көзіңді, бір тиын да бермеймін. Баламның адал маңдай терімен тапқан еңбегінің ақысын алмай ешқайда кетпеймін. Мен саған құры дедім. Салдақы неме? Әсет мүгедек әйелді күштеп итеріп қақпадан шығарып жіберді. Мұндай әділетсіздікке бейбақ әйел шыдай алмады. Ашу үстінде лағнет айтып қарғап қойды. Оңбаған, Құдай жазаңды берсін. Сол ақшаны бала-шағаң жаназаңа істетесің. Толғанай ашу үстінде не айтып не қойғанын өзі байқамаған болатын. Бірақ жүйелі қарғыс иесін табар деп бекер айтпаған ғой. Бір апта өтер-өтпес Әсет шатырдан құлап қайтыс болыпты деген суық хабарды естігенде төбесінен найзағай түскендей болды. Сол кезде ғана айтқан сөздеріне өкініп, Құдайдан кешірім сұрап жалбарынды. Біраз уақытқа дейін ар азабы тыныштық бермеді. Мадияр негізі әкесінің көшірмесі секілді кез келген істі домалатып алып кете алады. Әкесі достарымен бас қоса қалса болды, үнемі қолға салып кәуап жасататын. Отбасына арнап кейде өзінің үйінде жасаушы еді. Әкесінің көзін көрген сыныптасы Хамит шағын дәмхана ашқан болатын. Бірақ кәуапшілеріне үнемі көңілі толмай, тұтынушылары да риза болмай, ісі алға домаламай қойған соң Мадиярға жұмыс ұсынды. Атамқазақ айтқандай, жақсы сөйлесең де өзіңе, жаман сөйлесең де өзіңе деп бекер айтпаған. Назарларыңызға рахмет.